Стенттің атауы мультиплексорлы электронды кан жүйесінде бензинді қозғалтқышты басқару. Стентте жалпы қозғалтқыштың ашық түрде жұмыс процесі көрсетілген. Стентте ең атқарушы маңызды қызметтер атқарады катушкалар, форсункалар және дросселді жатқыш. Сонымен қатар әртүрлі сезгіштер осы стентте көрсетілген. Жалпы стентті жұмыс процесін бастау мезгілде біз кілттен бастаймыз. Өздеріңіз көріп тұрғандай жұмыс процесі басталды. Назарды жұмыс процесіндегі катушкалар мен форсункаларға аударайық. Жұмыс процесі басталды. Назарды катушка мен форсункаларға аударайық. Студенттердің мақсатында біз деген лабораториялық жұмыстың қатесін беруіміз қажетпіз. Мысалы, P0261 мен P0444-ті ошибка ретінде берейік. Одан кейін осы қағылған ақауларды біз компьютерлік жағдайда тексереміз. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай, катушка зажигания 2, катушка зажигания 4, осылардың барлығы жұмыс жасамай тұр деп бізге көрсетіп тұр. Бұлардың барлығы жұмыс процесінде анықталып, жойылғаннан кейін қайтадан біз бағдарламаны өзгертуге тырысамыз. Яғни жұмыс процесінде жөнделген мына прибор және форсунканың ақауы жойылғаннан кейін біз мына қатені жөндейміз. Одан кейін бұл электронды басқару жүйесінде сақталып тұрған қателіктерді компьютерден жоямыз. Көріп тұрғанымыздай, мына приборда ақау жойылды. Процесс қайтадан орнына келді.